Иррационал теңсіздіктерді түсіндірген кезде біз мынандай бір қарапайым теңсіздіктерді қарастырдық, иә? Мына жерде бізде оң жақта қарасаңыз, оң жақта бізде сандар. Біз екі жағдай плюс сан, екі жағдай минус санмен қарастырдық. Яғни түбір үлкен плюс саннан, түбір кіші минус саннан, немесе түбір үлкен минус саннан, түбір кіші минус саннан олардың шығару жолын түсіндірдік, иә? Егер мынада сан болмаса қайтеміз? Сан болмаса деген сөз мындай өрнек fx, gx деген сөз x-ке байланысты және иә, бұл да екеуі де x-ке байланысты өрнектер, бірақ мынау екеуі екі түрлі, мынау f түрінде, мынау g түрінде сөз. Мысалы, былай түбірдің ішінде 2x минус 1 деген x-ке байланысты өрнек берілсе, сыртында одан өзге x-ке байланысты өрнек тұр, иә? Онда мен осындай жағдайда бірден квадраттап жібере аламын ба екі жағын? Біз ескертіп едік, иррационал теңсіздіктерді түсіндірген кезде, екі жағын квадраттау үшін кез келген теңсіздіктің екі жағында квадраттап жіберу үшін біз екі жағының таңбасы плюс екеніне көзімізді жеткізіп алу керекпіз. Екі жағы да плюс екеніне 100% сенімді болсақ, онда квадраттауға болады. Яғни, мынау түбір, ол плюс болады. Түбірдің несі плюс, шығатын саны, түбірден шығатын саны. Бірақ оң жағы үнемі плюс болады деп айта аламын. Мысалы, x-тің орнына 1 болса, 1 минус 2 минус болып кетеді. X-тің орнына 3 болса, 3 минус 2 плюс болып кетеді. Яғни, мынау x-қа байланысты өрнек болғандықтан, біз оны 100% сенімді сан сияқты, тұрақты сан сияқты, ол үнемі плюс немесе минус деп айта алмаймыз. Яғни, ол плюс болатында жағдай болады. Және минус болатында жағдай болуы мүмкін. X бар өрнектер, ол плюс та болады, минус та болады. Сондықтан, плюс бола алады, минус бола алады, ол біздің сөзбен айтамыз, былай, сөзбен айтамыз, плюс бола алады дейміз. Бола алады. Бірақ математикалық тілде, біз математикалық қазақ тілі емес, оны біз сөзбен жазбаймыз, былай, дұрыс па? Плюс бола алады, оны орыс тілінде де, ағылшын тілінде де, қытай тілінде де, қазақ тілінде бірдей бір символмен жазу керек математикалық тілде. Яғни, мынау плюс болады деген сөз, осы өрнекті көшіріп жазып, плюс дегенде былай, минус емес дейікші, теріс емес дейік, себебі 0 болуы мүмкін. Үлкен немесе тең 0 деген сөз. Иә? Себебі плюс сандар 0-ден үлкен. 0-дың өзі де болуы мүмкін, тең 0 болуы мүмкін. Сондықтан мынау плюс бола алады, плюс жағдай, ал минус жағдайы ол кіші. Осы екі жағдайды қарастырамыз. Мынау плюс болса, үлкен емес тең 0 болады, минус болса, ол кіші 0 деген сөз. Себебі 0-ден кіші сандар, ол минус. Осы екі жағдай. Енді қараңызшы. Егер мынау плюс болса, түбір ол әрқашан плюс. Енді екі жағы плюс екенін көзім жетті ғой, бірінші жағдайда екі жағда плюс болады. Онда не істейміз? Онда квадраттаймыз. Міне, бірінші жол көрсетіп берді. Екі жағда плюс екен болса, онда квадраттай беріңіз. Сондықтан мен мынаны квадраттаған кезде 2x минус 1 шығады. Мынаны квадраттаған кезде кәдімгідей x минус 2-нің квадраты шығады. Яғни, егер менің теңсіздігім мынандай жағдайда берілсе, онда мынау x-ке байланысты өрнек болғандықтан ол плюс та болуы мүмкін, минус та болуы мүмкін. Сондықтан менде екі жүйе пайда болады, екі жүйе. Біреуінде плюс болуы мүмкін деген сөз, мына gx үлкен немесе тең 0, теріс емес деп алайық. Ал минус болады деген сөз, ол әрине кіші 0 деген сөз, Енді ол плюс болса, түбір ол әрқашан плюс, екі жағы плюс екенін көзім жетсе, оны бірінші жағдайда мен не істеймін, екі жағын квадраттап жіберемін. Сонда менде мынада түбірден құтыламын да, fx-ның өзі шығады. Ал мына жерде менде мынау оң жақтағы өрнек ол квадратталады, өз-өзіне көбейтіледі, Егер минус болса, егер мынау кіші минус таңбалы сан болса, түбір үлкен минус саннан деген ол екінші жағдай. Ой, жоқ. Үшінші жағдай міне. Түбір үлкен минус саннан. Кез келген түбірдің таңбасы плюс болғандықтан, кез келген плюс сан үлкен болады, кез келген минус саннан. Нарда минус 3 па, минус 7 ма маңызды емес. Минус болса, кез келген түбір минустан үлкен болады. Егер оны анықталу облысынан таңдалса x-тар, яғни ол түбірдің мағынасы болса деген сөз, квадрат түбірдің мағынасы деген сөз, мына ішіндегі өрнек үлкен немесе тең 0 болу керек, болды. Егер ішіндегі өрнек үлкен емес тең болса, ол плюс сан шығады, плюс сан үлкен минус сан, ол әрқашан солай дұрыс болады, Осы екі жүйенің жауабын біріктіреміз. Яғни екінші жағдайда, егер мынау минус болса, түбір үлкен минус сан деген ол мынау. Бұл жерде бізге тек қана анықталу болса керек. Түбірдің мағынасы болса болды. Яғни түбірдің ішіндегі квадрат түбір, мен кубтық түбір, тақтажүл түбір айтып тұрмын жоқпын. Жұптажүл түбір, квадрат түбір. Үлкен емес тең 0 болды. Яғни біз былай шешеді екенбіз. Яғни ең мынандай түрдегі теңсіздіктерді егер түбір үлкен, түбірсіз заттан болса, осында екі жағдай қарастырамыз. Плюс болу, минус болу мүмкін. Әрине біз мынаны әрқайсысын шешіп тастай аламыз соңына дейін. Маңыздысы бұл болу емес. Мынау екінші жағдайға келетін болсақ, егер түбір кіші болса, міне түбір кіші, мынандай теңсіздік берілсе, мен дәл осының мынандай жағдай, кіші жағдайын қарастырып қараңыз. Онда мынау x бар өрнек, түбірдің бос өрнек, түбір ол әрдайым плюс. X бар өрнек ол екі жағдайда болады. Ол плюс болуы мүмкін, мысалы x орнына 5 берсек, 5 азайту 2 плюс 3. Минус болуы мүмкін, мысалы x орнына 0 берсек, 0 азайту 2 минус 2.
Онда түбір кіші плюс саннан деген міне екінші жағдай. Түбір кіші плюс сан болса, квадраттамастан бұрын мен анықталу облысын алу керекпін. Яғни екі жағы плюс екеніне көзім жеткізіп алу керек. Неге? Себебі мына плюс саннан кіші жақ, плюс 3-тен кіші сандар ол минусқа кіріп кетеді шамалдан кейін. Кез келген плюс саннан кіші сандар шамалдан кейін минусқа айналып кетеді, иә? Яғни плюс 2, плюс 1, 0 бата бүтін сандарға қарасақ, минус 1 минус 2 кіріп кете береді. Ал сол минусқа кіріп кетпесі үшін біз нарда анықталу облысын алу керек. Мынаның мағынасы болу керек. Мына түбірдің мағынасы болу керек деген сөз, ішіндегі зат үлкен немесе тең 0 болса, сол кезде мына плюс болады, екі жағын онда квадраттай беруге болады. Яғни біз екі жағын квадраттаймыз, мына 2х минус 1 болады, кіші х минус 2-ның квадраты болады. Ал егер ол минус болсашы, ол минус болмайды. Плюс болса деген жағдай жазып қойық. Егер мынау плюс болса деген жазып қойық. Х минус 2 плюс болса деген сөз үлкен емес. Мынау оң жақ плюс болса, осылай болады. Ал егер ол минус болса, онда түбір кіші минус саннан, міне соңғы түбір кіші минус саннан. Түбір ол плюсты беретін болғандықтан, ол ешқашан теріс саннан кіші болмайды, минустан кіші болмайды. Сондықтан минусы қарастырылмайды. Егер түбір кіші қандай да бір түбірсіз өрнек тұрса, осы түбірсіз өрнек тек қана плюс болған жағдай қарастырылады, минус жағдай қарастырылмайды. Яғни мынандай бір жүйемен шығарамыз. Яғни мына жерге келетін болсақ, біз мынау плюс қана болады деп қарастырамыз. Бұл плюс деген gx үлкен немесе тең 0 деген сөз. Сосын мынау плюс болса, түбір кіші плюс саннанға қараймыз, анықталу облысын аламыз. Түбірдің ішінің мағынасы болу керек, себебі минусқа кіріп кетпеу керек мына түбіріміз. Немесе сол жағымыз минусқа кіріп кетпеу керек. Үлкен немесе тең 0. Және екі жағын квадраттай беріңіз. Енді екі жағын квадраттаймыз. Екі жағында плюскен көзіміз жетті. Мынау минусқа кіріп кетпейді, иә? Мынау да плюс, енді квадраттасаңыз, fx босап шығады, ал g квадратталады. Осындай үш теңсіздіктің бір жүйесі. Яғни, егер түбір тұрған жері кіші болса, түбірсіз жағынан. Түбір кіші болса, бұлай, түбір үлкен болса, бұлай екі жүйе. Енді соңғы жағдай, екі жағында да түбір тұрса. Екі жағында да түбір тұрса, біз кіші жағын аламыз. Мысалы, жақшада мынау үлкен түбір сол жақта, кіші түбір оң жақта міне. Түбір, үлкен түбір деңіз. Немесе бұлай, кіші түбір сол жақта, үлкен түбір оң жақта болуы мүмкін. Маңызды емес. Біз кіші түбір жағын аламыз. Кішісін аламыз. Жақшада мынау кіші, екінші жағдай. Сол кішісі 0-ден үлкен немесе тең болса, сол кішісінің мағынасы болса болды. Егер мынау ішінде плюсы бар зат болса, ол түбірден не шығады? Ол түбірден бәрібір плюс шығады да. Ал плюс саннан үлкен түбір ол автоматты түрде плюс болып кетеді. Яғни кіші жағын ғана плюс болды деп алсаңыз болды, үлкен жағы плюс саннан үлкен сан бәрібір плюс болады да, сосын екі жағын квадраттай бересіз плюс болғаннан кейін. Екеуі де түбірден босап шығады. Яғни екі жағында да түбір болса, біз жай ғана квадраттай салмаймыз. Мына кішісін анықталу болса болды, ол плюспен шықса, одан үлкен зат ол автоматически плюс болады, екі жағын квадраттаймыз дейміз, иә? Ол түбір болу керек. Сол кезде fx кіші gx. Екеуі бір нәрсе, тек сол жақ үлкен, оң жақ кіші, оң жақ үлкен, ол маңызды емес, ауыстырып қоюға болады әрине. Яғни иррационал теңсіздіктерді осындай бір үш түрде қарастыруға болады. Үш түрде. Әрине біз мынаны әрқайсысын жеке-жеке шығарамыз, біз теңсіздіктер деген тақырыпты өттік, теңсіздіктер жүйесі деген тақырыпты өттік. Әр жүйені біріншіде жеке-жеке шығарып, ең сонда екі жауапты біріктіру керек. Осы иррационал теңсіздіктер.